жандарым, қалайсыздар? Керемет қолдауларыңызды сезіп отырмын. Мынау не деген сұмдық, не деген сөздер, не деген тілектер. Ұйқым керемет өз нормасына жетті. Күндеріңізге сәттілік, аман болыңыздар, бар болыңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. В общем, достар, аяқ асты көшу керек болып жатыр. Енді адамның емес, Алланың деген болады деген рас қой. Сол себептен қазір енді квартира іздеп, отбасымда барып, өзім заттарды жайғастырып реттелем дегенше кеш болады. Және кешкісін сіздерге міндетті түрде бір бөлісер, айтар әңгімем бар. Кешке дейін аман болыңыздар. Кешке дейін сәл-сәл босамайын деп. Көп іздеп жатыр екен, қара кетіп қалдым, не болып жатыр деп. Кеше емес уже, кеше ғой, таңғы 6-да мен Москваға ұшып кеттім. Потом, представляете, таңғы 6-да ұштым, 10:30-да 4,5 сағат ұшып келеді екесін. Сосын 10:30-да келдік, паспортный контрольда 4 сағат тұрмыз, сағат 2-ге дейін. Очередь, адам деген көп. Ұзақ тексере ма білмеймін, ұзақ өткізді. Сонымен әрең дегенде сағат 2-ге таман тоқа паспортный контрольда өттім. Сағат 2:30-да уже әрең дегенде кірдік қой құрсын Москваға. Сол сөйтіп кешке дем алдым. Достар, бүгін Наполи мен Интер арасында қызықты және тартысты бір ойын болды. Қалай өтті? Эфир қалай болды жалпы сіздерге? Мен үшін бүгін кішкене ауырлау болды. Көрген болсаңыздар. Эфирден кейін шығып, кішкене тамақтанып, футбол ойнауға келдім. Футбол ойнап мен өз рахаттанамын негізі. Өз сабырлығымды футболдан аламын. Кезінде қатыстым, сөйттім, бірақ бізден футболист шықпады. Өкінішке орай. Бірақ мен үшін футбол номер 1. Спортпен айналысу керек. Кішкентай балаларды көріп, менің жас кезім есіме түседі. Жалпы футбол ойнап тұрыңыздар, спортпен айналысыңыздар. Бүгін барлықтарыңызға. Бүгін Бека, жаным. Бека емес, мынау үшін ғой, уважение ше. Қалай бүгін ұтамыз ба? Астрой жақсы қасыне біздің балалар. Біріншіге бол чекатын. Мынау Бека жындан егізші, киіп алғаның қарындаш. Базар жоқ. Астын көрсетші мынаны. Мынау жылайын деп тұр ғой қазір. Редакция қаяқтасында. Мынау Мауриньо тренер болып жүр ғой. Уақыт жоқ бізде, тез. Мен шапамен ойнай беремін сендермен ше. Мынау қызық болып тұр маған. Мынаны Барса фандар көрсет жылайтын сияқты маған. Бека, алдыңғы жыл қорқынышты ғой Барсалардың, Түсіне айналған форма ғой бұл. Барса дейміз ба, Барселона дейміз ба? Мына кісі міне өмірде жоқ футбол киіп алып мысалы. Мынау, қарашы мынаны. Мынау Диас емес, мынау үшін ғой енді. Көрдің сен. Қайырлы кеш достар, біз бағана обедте сторис түсірген болатынбыз, футболка ойнатамыз деп. Сол футболканы ұту үшін біз қазір шарттарын айтатын боламыз. Достар, амансыздар ма? Бізде эфирде жоқ, бүгін демалыс. Кішкене ұйқының қандыры обедте тұрып қалаға шығып кеткен. Жұмыстар бар, басқа да дегендей. Одан да басқа мәселе болып отыр. Оның жауабын білмеймін әлі. Уақытқа саламыз, не болар? Қолдап жатқан жандарға рахмет сіздерге. Үлкен баршаңызға сәттілік, аман болыңыздар. Құдай қаласа сторисқа салып отырамын, бөлісіп отырамын. Жақсы. Қырғызстандағы эжекелериме чоң рахмат. Түнімен уктабастан группада мени издеп, мени сурап, ким Перизат менен сүйлөштү, состояниясы кандай деп издеп аткан эжекелериме чоң рахмат. Баары жакшы, силердин колдооңорду, сүйүүңөрдү баарын сезип жатам. Баарыңардын смс-лерди ачып, баарыңарга жооп жаза албайм, ага капа болбоңуздар. Бирок силер бар, мен бармын, силердин колдооңор бар, мен бармын. Мындай кичинекей сыноого мен эч качан сынбаймын. Менин артымда өтө көп адам турат, мени жакшы көргөн, мени сүйгөн. Баарыңарга рахмат. Бул кичинекей эле сыноого, жашоодо мындан да чоң сыноолор болот. Ошол маалда дагы Кудайым силердей адамдар менин касымда, менин жанымда болгонун өтө каалаймын. Кыжаат болбогу, менин душевное состояние